Өмірдегі тойдан көңілдегі той қымбат деген сөзді қымбатты оқырманым, сіз қалай түсінесіз? Ойыңызбен бөлісіп, пікіріңізді жаза отырыңыз. Ал мен болса сіздерге қолдарыңыздағы ұялы байланыстарыңыздың шығуына зор үлесін қосқан жанның өмірден түйген ойын баяндайын. Атақты миллиардер Стив Джобстың соңғы сөзі. Ол 56 жасында асқазан безінің рагінен өлді. Мен іскер адамдардың әлемде жұрт жетпеген шыңға шықтым. Басқа жұрттың көзімен маған қарағандар менің өмірімді керемет табысты өмірдің үлгісі деп санайды. Бірақ менің өмірімде жұмыстан басқа қуанышым көп болған емес. Тоғытерін айтқанда, байлық менің өмірімнің бір ғана шынайы көрінісі, үйреншікті қалыптасқан көрінісі. Қазір төсекте ауру болып жатырмын. Бүкіл өмірімді көз алдымнан жүгіртіп өткізсем, менің бар байлығым мен атағым ажалға бір күні жетектеп апаратын ең жоғарғы өмір шындығының түкке тұрғысыз, мән мағынасыз бір нәрсесі ғана екенін түсіндім. Сіз көлігіңізді жүргізетін адамды жалдап алуыңызға болады. Сіз үшін еңбек етіп, табыс әкелетін адамдарды жалдап алуыңызға болады. Бірақ сіз ешкімді, сіздің ауруыңызды өзіне алып ауыратын адамды ақшаңызға жалдай алмайсыз. Дүние мен мүлікті іздеп сатып алуыңызға болады. Бір ғана нәрсені, өмірді жоғалған өміріңді іздеп сатып ала алмайсың. Өмірдің еркетайы болыңыз, басқаларды сыйлаңыз. Адам есейген сайын ақылы толса да түсіне бастайды. $30 тұратын сағат пен $300 тұратын сағат екеуі бірдей уақытта көрсетеді екен. $30 тұратын әмиян мен $300 тұратын әмиянның ішіне бірдей ақша сияды екен. $150,000 тұратын көлікпен де, $30,000 тұратын көлікпен де, жолы да, қашықтығы да бірдей жерге жетеміз. Бағасы $300 тұратын немесе $10 тұратын шараптың кайфы бірдей. 300 немесе 3000 шаршы метрлік пәтерде жалғыз тұрсаң, жалғыздығың екеуінде де бірдей. Сіздің ішкі жан дүниеңіздің бақыты мал-мүлікпен, дүниеден нәр алмайды. Сіз бірінші класспен немесе эконом класспен ұшыңыз. Егер ұшақ құласа, бәрі бірге құлайды. Егер сіздің сөйлесетін достарыңыз немесе сөйлесіп тұратын адамыңыз болса, біліп қойыңыз. Нағыз бақыт сол. Даусыз бес шындық. Балаларыңда бай болсын деп тәрбиелеме, бақытты болсын деп тәрбиеле. Сонда ғана олар өскенде дүниенің бағасын емес, әр нәрсенің құндылығын білетін болады. Асыңды шипалы дәрі деп іш. Олай етпесең, тамағың тек дәрі болады. Сізді сүйетін адамдар, сіз қанша керексіз болсаңыз да, сізді еш уақытта тастап кетпейді. Адам болу мен адамгершілікті болудың үлкен айырмашылығы бар. Тез жүргіңіз келсе, жалғыз жүріңіз. Алысқа барғыңыз келсе, бірге жүріңіз. Әлемдегі ең мықты 6 дәрігер: күннің сәулесі, демалыс, спорттық жаттығу, диета, өзіңе сенімің, достарың. Өмір бойы осылармен бірге бол.